астарлау неге сөйледі? Тәуел жасауды ол жаңағы пайғамбарымыз, одан пайғамбарымыздың үлкен сахабалары және табиғин үлкен ғұламалардың негіздері бар. Мысалы, ең алғаш тәуел қалай болды? Анау ақ жіп қара жіптен айырылғанға дейін деген аят бар, білесіздер. Ана сахаба жастығының астына ақ жіп пен қара жіпті байлатта қоқып қойды, екеуі бір-бірінен қашан ажырағанға дейін деді. Пайғамбар мырс етіп күліп жіберді, істеген ісінің дұрыс еместігін. Ол жердегі мақсаты деді ақ жіп пен қара жіп, таңның ағаруы мен күннің қараюы. Түсіндіңіздер ме? Бұл пайғамбарымыздың жасағандығы. Одан Ибн Аббас, тәржіманул Құран. Және пайғамбарымыз не деп дұға қылды Ибн Аббасқа? Аллахума фақиқу фиддин уа аллиму тәуил. Иншалла біз кейін тоқталамыз, тәуил мен тафсирдің айырмашылығы бар ма, жоқ па? Және бар деген ғалымдар кімдер? Тафсир мен тәуилдің арасында фарқы жоқ деген ғалымдар кімдер? Сәләфтардың үш ғасырда өмір сүрген адамдардың сөздері құжат бола береді ғой? Құжат болады, онсыз қандай бізде негіз бар? Ал енді ол тәуилдің өзі, ол Құранда бірнеше жерде тәуил сөзінің өзі бірнеше мағынада істетіліп келген. Өйткені Құран араб тілінде түскен. Сондықтан оған араб тілінің барлық қолданысында түсінеміз біз Құранды. Құран деген ол балаға, риторика өте терең, шешендік өнер. Сондықтан ол жаңа әдебиеті терең адам түсінеді Құранды. Мысалы, араб балағасын еткен жаңа. Өйткені білесіздер, Құран келген кезде араб әлемі не істеп тұрды? Әдебиет шегіне жетіп дамып тұрған еді. Сондықтан Құранның бір мұғжизасы жаңағы әдебиеті дамып тұрған арабтардың аузына құм құю болған еді. Сонда ол не бір менмін деген ақын әдебиетші не деді? Естіген, бұл адамның сөзі емес деді. Өйткені оның құрылымынан ақ, сөздің қойылу құрылымынан ақ олар бұны адамның сөзі емес екенін. Өйткені ол сөздің қалай құрылатынды маман жақсы біледі ғой. Өз сөз құрасын қарады, Құранды қарады. Бұл адам сөз емес деді. Өйткені өзі әлсіздік танып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл кестені былай миларыңызға түйіп алыңыздар. Екі мәселе бар. Фуруғ, усул. Усулды ол тартыс жоқ. Талқыға түспейді о жерде. Ол мәселе қандай? Құран және мутауатир хадис. Ал енді екінші фуруғул иғтиқад бар. Ол ақида тармақтары. Бұл жерде ғалымдардың арасында не бар? Тартыс болғанда өзара иштихадтар бар. Біреуміз былай, мысалы, таразы. Қиямет күнде таразы болады деді. Ал енді таразының болатындығына сену, ол усул иғтиқадқа жатады. Ал енді таразы қандай болады? Ол жерде ғалымдардың арасында не бар? Жәннаттың барлығына сену усул иғтиқад болады. Ал енді ол қазір бар ма, жоқ па? Ол фуруғул иғтиқадқа жатады. Тозақтың барлығы ол усул. Біреу тозақ бар ма екен, жоқ па, діннен шығып қалады. Өйткені нас бар онда, Құран бар. Мутауатир. Ал енді ол қазір әлі жаратылған жоқ, оған әлі ешкім кірген жоқ, кірді ме? Мысалы, Адам алейхиссаламның өмір сүрген жәннаты Хауа екеуінің ағаштан жеме деген. Қияметте кіретін, біз кіретін жәннаттар ма Алла нәсіп етсе, әлде ол жәннат емес пе? Ол жерде қаншама хилаптар бар. Ал егер ол қиямет күнде адамдар кіретін жәннат болса, ол жерде күнә жасалмайды деген аят бар. Адам алейхиссалам ол жерде жаңа қателік жасап қойды. Қалай деген сияқты тұжырымдамалар бар. Оның бар ақида тармағына кетеді. Түсіндіңіздер ме? Осы нәрсені түсініп алу керек. Егер осы нәрсені түсініп алсаңыздар, сіз кез келген ақида мәселесін разбирать ете аласыз талдап. Тұрады, бұл сұрақ негізі, мысалы, таразы қиямет күнде, есеп қисап, адамның амал дәптерінің берілуі. Ол мутауатир Құранмен келген нәрсе. Адам күмәнданса діннен шықпа. Ал енді оның түрі қандай болады, парақпен бола ма, әлде бір жай нәрсе ме? Бұлай көрсетіле ме, ол фуруғына жатады ақидан. Мысалы, кімдер не деді? Ахлу сунна уал жама, мутазиласы болсын, басқасы болсын, бітті. Олар не деді? Ақиретте таразы бар деді, өйткенде Құранда тұр. Ал енді ол таразыға келген кезде, ол ахлу сунна не деді? Қисси таразы деді. Кәдімгідей екі табағы бар таразы деді. Ал мутазила айтты, жоқ деді. Ал енді сол мутазила таразының кейпін қандай болатындығын жоққа шығарғандығы үшін мутазиланы діннен шығарып тастамайсыздар. Өйткені ол таразының болатындығын мен мойындап тұр. Бірақ сол таразының қандай болатындығында ол өзінің уәжін айтып тұр да. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан фуруғул иғтиқад пен усул иғтиқадты біз ажыратуымыз керек. Енді осы фуруғул иғтиқадқа жататын мәселелердің бірі бұл муташабих сипаттарды түсіну.
фуруққа жатады оның түсінуі. Жаңағы оны салафтар тафуид қыламыз деді, халафтар тауил жасасақ та болады деді. Түсініп отырсыздар ма? Ал енді бірақ Алла тағаланың есім сипаттарына иман келтіру ешкім айта алмайды истауа қылмады деп. Алланың ят сипаты жоқ деп ешкім айта алмайды. Алланың айын көз сипаты жоқ деп ешкім айта алмайды. Сондықтан сіздер бұл мәселені түсініп алыңыздар. Мысал бауырларымыз айтады, Алланың қолы бар дейді, бірақ біздікі сияқты емес дейді. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Айтады, мен ұқсатып тұрған жоқпын ғой дейді. Ал енді біз айтамыз, біз Аллахтың қол сипаты бар дейміз, біз қолы бар демейміз. Аллахтың есту, көру сияқты оның қол, жүз сипаты бар деп айтамыз. Сіздер жақсылап түсініп алыңыздар. Біз қолы бар, көзі бар, жүзі бар демейміз. Біз уәж, ят сипаты бар деп айтамыз. Түсініңіздер ме? Сипатты жоққа шығармайды. Сипатты жоққа шығаруға болмайды. Ол муътазила, кейбір муғаттила топтардың түсінігі. Түсініп отырсыздар ма? Алланың қолы бар деп болмайды, қол сипаты бар деп айтады. Қол сипаты бар деп айтады. Егер оны сіз арабша білмейтін адамға түсіндіру мақсатында, егер арабша білетін адам болса, мысалы, Алланың Құранда қалай келгенде ят сипаты бар деп айтамыз. Ал яттың мағынасы не? Аллаға тапсырамыз. Мысал сіздерге мұндай мысал келтіремін. Аллаху мәсәлу ағла дейді. Алла тағала мысалға келтірілмейді. Біздің мысалдан ұлық нәрсе ол. Мысал, сіздер мына сөзіме мән беріңіздер. Не түсінесіздер? Мен айтсам, Бағдәулет имам естиді десем, не түсінесіздер? Мен құлағы бар дегем жоқ. Естиді дедім. Құлағы мен естуім түсінеміз. Ал енді мен айтсам, сіздер мына екі сөзді айтам, сіздер содан түсінесіздер. Мысалы, қазір мен айтам. Бағдәулет естиді, Бағдәулеттің қолы бар десем, не түсінесіздер? Көз алдында құлақ бар, қол елестейді. Мен естиді деген кезде мен құлақты айтқан жоқпын, құлақтың сипатын айттым. Есту қабілетін. Түсіндіңіздер ме? Ал мен Бағдәулеттің қолы бар деген кезде қолдың сипатын айтқан жоқпын, қолдың өзін айттым. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да имам Абу Ханифа рахимахулла өзінің фиқул акбарында былай дейді: Алла тағала естиді, біздің естуіміз сияқты емес. Алла тағала көреді, біздің көруіміз сияқты емес. Алла тағала біледі, Алланың білуі біздікі сияқты емес. Алла тағала құдіретті, біздің құдіретіміз сияқты емес деп келеді да, жаңағы ят, қол, жүз деген сөзге келгенде, бұл Құранда айтылғандай оның сипаты деп тоқталады. Соған иман келтіреміз. Көрдіңіздер ме? Неге ол жерде имам Абу Ханифа айтпады, бауырларымыз айтқандай? Алла тағаланы қолы бар, біздің қолымыз сияқты емес, көзі бар, біздің көзіміз сияқты емес деген. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан біз Аллахтың ят сипаты барына иман келтіреміз. Құранды жоққа шығаруға болмайды. Аллахтың истауа сипатын иман келтіреміз. Ал енді оның мағынасы не десе, не тафуид қылып Алла біледі деп тоқталамыз, немесе араб тілінде ол кейбір сөздерді астарлы түнде былай түсіндіреміз деп түсінеміз. Мысалы, айтам, көз ашық адам екен деймін. Бұны тікелей түсінуге болады. Астарлы ұғымда түсінуге болады. Тікелей түсінсеңіз, таңертең кешке дейін көз жұмып ашық жүреді деп түсінесіз. Ал енді астарлы түсінетін болсаңыз, оқыған сауатты азамат екен деп ұғасыздар. Мысалы айтады, аға қол ашық азамат екен дейді. Қол ашық деген кезде таңертең кешке дейін бүйтіп жүрмейді ғой. Жомарт, береген. Мысалы, араб тілінде де сондай сөздер бар. Сол Құранда келген. Түсіндіңіздер ме? Құранда келген. Ол пайғамбардың хадистерінде де келген. Мысалы, пайғамбар айтады, инна садақату тақағу каффир рахман дейді. Садақа Алланың алақанына түседі дейді, тікелей аударса. Сонда сіз бір адам мешітке келді да садақаны анау жәшікке сабатқан кезде сіз айтасыз ба, ол Алланың алақанына түсіп жатыр деп? Жоқ, ол жерде мағына не? Яғни сіз кедейге берген садақаңыз ол Алла тағалаға берген деген сөз. Мысалы айтады, имам Муслимде мынадай қаз: я ибн адам маритту дейді, фәләм тағудни дейді. Хадис құдыси. Айтады, адам баласы дейді, мен ауырдым дейді, неге маған келмедің дейді. Ал енді біз бауырларымыздың жаңағы уахабия, салафияның ұстанымымен айтатын болсақ, олардың теориясына салатын болсақ, Алла тағала ауырады, бірақ біздікі сияқты емес деп айтқан болуымыз керек еді. Құранда айтады, насуллаха фанасияхум дейді. Олар мүшриктер, кәпірлер бұл дүниеде Аллахты ұмытты. Тікелей аударсақ, Алла тағала оларды ақыретте ұмытады. Бірақ Алла тағаланың ұмытуы біздікі сияқты емес деп
айтқан болуымыз керек еді. Бұлай олар да айта алмайды. Өйткені ұмыту, ауру деген бұл нұқсандықты білдіретін нәрсе. Алла тағала кемшілік атаулыдан пәк. Түсіндіңіз ме? Мысал айтады: "Уахуа мағакум айнама кунтум". Сендер қайда болсаңдар да Алла тағала сендермен бірге дейді. Енді не дейді? Сонда біз айтамыз, Алла тағала барлық жерде, Алла бізбен деп. Мағынасы не? Алла бәрін біліп тұрады деген сөз. Қай жерге бар, қай тесікке кіріп кетпе, қандай бір биіктікке көтеріліп кетпе, қандай бір тереңдікке түсіп кетпе, жердің Алла біледі. Түсіндіңіздер ме? Ал енді бауырларымызға қарай, олар айтады: "Ар-Рахман алал арши истауа". Истауа деген сөзді алады да, бұл отырды, көтерілді. Сөйтеді айтады: Алла тағала аспан мен жерді жаратты да, 7-ші күні көтерілді дейді аршының үстіне дейді. Сұрақ: сонда аршы Алла тағаланың астында ма деп сұрақ қойыңыздар. Оларда жауап жоқ. Онда неге сен Алланы аршының үстінде дейсің? Имам Тахауи рахимахулла айтады: "Ла тахуил джихад ситту". Алла тағаланың асты, үсті, алды, арты, оңы, сол деп айтылмайды. Сондықтан лайса камисли шай деген аят, ол сияқты еш нәрсе жоқ деген аят, бұл бүкіл лауазимул худус дейді ғой. Жаратылысқа қатысты болған нәрсенің барлығынан Алла тағала. Біздің жаңағы қимыл әрекетпен болатын, біздің сөзіміз әріппен, кешігіп, алдын, екпінмен болады. Бұның барлығына Алла тағала пәк. Түсіндіңіздер ғой? Ал енді бауырларымыздың ұстанымында олар Алланың қолы бар дейді. Бірақ біз сол қолы 4 бұрыш па, 3 бұрыш па, сопақ па, онысын білмейміз дейді тек. Құдай сақтасын. Оның саусақтары бар дейді. Бірақ саусақтарының белгілі бір образы бар дейді. Несі, формасы, бірақ біз соны білмейміз дейді қандай екен. Ол былай сопақ па, домалақ па, 3 бұрыш па, 4 бұрыш па. Құдай сақтасын. Бұл уже денелеу. Ал Алла тағала лайса камислишей, дене емес. Дене болмағаннан кейін оған кейіп бере алмайсыздар сіздер. Өйткені жисім деген нәрсені, ол мысалы кімдердің христиандар не дейді олар? Алла тағаланың жауһар деген. Жауһар деген атом. Атом дейді олар. Сондықтан олар жаңа кейіп береді, шаршады дейді, аршының үстіне отырды дейді, түседі дейді жаңағыдай нәрсе.